Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы отан, оттан да ыстық. Оқу мақсаты мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнерінің арқылы негізгі ойды анықтау, идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы мен құрылымы, мақсатты аудиториясы тілдік ерекшелігін салыстыра талдау, тұрақты тіркестерді ажырата білу, орынды қолдану. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын бейнебаянға назар салыңыздар. 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия шабуыл жасамау туралы келісімді бұзып, соғыс қимылдарын бастағаннан бастап, жаудың негізгі күштері елдің ең басты, аса маңызды қалаларына қарай ығыса бастады. Бұл қалалардың басқыншылыққа қарсы төтеп беруіне, негізінен халықтардың ерлігі, партияның халықты рухтандыра алуы, олардың ұйымдастығыш қабілеттері әсер етті. Елдің жеңісі үшін майдандағы әскерлерден бастап, тылдағы еңкейген қарттан еңбектеген жас балаға дейін атсалысты. Ленинградтың Германия мен Финляндияның әскери күштерімен қақтығысы 1941 жылдың 10 шілдесінен 1944 жылдың 9 тамызына дейін созылды. 900 күн бойы қоршауда шайқасқан Ленинградтың даңқы ешқашан өшпейді. Сталинград шайқасы 1942 жылдың 17 шілдесінен 1943 жылдың 2 ақпанына дейін созылды. Бұл шайқас Ұлы Отан соғысының маңызды бөлігінің бірі болды. Көптеген адамдардың өмірін қиған бұл шайқас адамзат тарихындағы ең қанды шайқастардың бірі болып саналады. Осы шайқаста қаза тапқан кеңес әскерлерінің саны 478.741-ді құрады. Брест қамалының гарнизоны бір айдан астам уақыт соғыс қимылдарын жүргізді. Киев қаласы да жаудың басқыншылық әрекеттеріне ерлікпен қарсы тұрып, жауды 2 айдан астам уақыт өткізбей ұстап тұрды. Севастополь әскерлері жаумен 250 тәулік бойы күндіз түні шайқасты. Минск қаласының астыртын ұйымдары мен партизандары жүргізген күресте өте маңызды орын алады. Новороссийск, Керчь, Мурманск, Тула, Смоленск қалаларда қаһармандықпен күресіп, өшпес із қалдырды. Осындай ұлы шайқастар Москва түбінде қыза түсті. Жаудың астанасын алуға фашистер қатты көңіл бөлді. Сондықтан осы маңда қанды шайқастар орын алды. Бірақ кеңес әскерлері төтеп бере алып, жауды кейін шегіндірді. Москва түбіндегі ұрыс фашистердің басқыншылықтарын талқандаудың бастамасы болды. Қаһарман қала марапаты қала қорғаушыларының қосқан үлесіне, керемет стратегияның арқасында жауды талқандауға келгендігіне, жау әскерлері қалаға кіріп кеткен жағдайда да берілмей, ерлікпен шайқасқандығына байланысты берілді. Осылайша жалпы саны 12 қала және Брест қамалы қаһарман қала атағына ие болды. Құрметті білім алушы, Ұлы Отан соғысы қай жылдары болды? Ұлы Отан соғысы туралы не білесің? Неліктен бұл соғыс Ұлы Отан соғысы деп аталады? Сенің ата-әжең немесе туыстарың Ұлы Отан соғысына қатысқан ба? Ұлы Отан соғысының алғашқы күндері қалай болды? Осы сұрақтарға жауап бер. Мәтінді мұқият тыңдап, теңеулерді тауып, мәтіннің оқиғаның дамуы мен аяқталу кезеңін айтыңыздар. Қандастық. 3-ші тапсырма. Қасірет пен ерлік жыры. Отыр да ел еміреніп, емізіп тұңғыш ұлын, естігендей жалқының, жылқысының, аймалайды елжіреп балапанын, ұмыттырған талайғы мұңды сырын, сезіндірген аналық бақытты алғаш еріндерін, қызықтап тұңғышының бақыттылық. Отыр еді көзінде жақыт тұнып, соғыс деген бір сөзден есеңгіреп, зәресі ұшты орнынан атып тұрып. Көк мөлдір көркем аспанға моншақтан шашу шашқанда, ағылпа бұлттар қымсынып, көк жиектерден қашқанда. Сүйеніп балғын жасталға, өрім қыз сырын ашқанда, адамдар аппақ көңілмен
бақытын аңсап өмірден, бар әлем титтей кірбіңсіз, армандай мөлдір көрінген. Самала саумал шақтарда жүректерден жыр төгілген, ілезде сөніп бар үміт, тұманнан тыныс тартылып, басталды соғыс дегенде, адамдар қалды аңырып. Дөңбекшіп жатты дүние, қасірет бұлтын жамылып. Соғыс, тартыс ешқашан басылмаған, қан төгістен қаншама ашынды адам, жазықсыз жер қаншама жараланып, жетімдіктен қаншама баланы алып, қара тұман жамылды жасыл ғалам. Фариза Оңғарсынова. Тілдік бағдар, фразеологизмдер. Екі немесе одан да көп сөздердің тіркесу арқылы жасалатын, құрамдағы сөздердің орнын ауыстыруға келмейтін, бәрі тұтасып, бір мағынаға ие болатын бір сөйлем мүшесінің қызметін атқаратын тіркестерді тұрақты тіркестер немесе фразеологизм деп атаймыз. Тұрақты сөз тіркестері мен еркін сөз тіркесінің өзіне тән айырмашылығы болады. Тұрақты сөз тіркесінің құрамдағы сөздердің орнын ауыстыруға келмейтін болса, құрамдағы, ал еркін сөз тіркесінің құрамдағы сөздердің орнын өзгертуге болады. Екінші жағдайда тұрақты сөз тіркесінің мағынасы құрамдағы сөздердің мағыналарынан алшақ болса, еркін сөз тіркесінің құрайтын сөздермен тікелей байланысты болады. Тұрақты сөз тіркесінің құрамдағы сөздері бір ғана синтаксистік қызмет атқарса, еркін сөз тіркесінде құрамдағы сөздердің әрқайсының жеке-жеке синтаксистік қызметі болады. Бір-біріне антоним болатын тұрақты сөз тіркестері бар. Бетінен оты шықты, ұялды, беті бүлк етпеді, ұялмады, ажары сынды, мұңайды, қуанышы қойнына сыймады, қуанды. Бір-біріне синоним болатын тұрақты сөз тіркестері бар. Үріп ауызға салғандай, қыздың жиған жүгіндей, сұлу, әдемі, көрікті, келбетті, тағы да басқа осындай мағынаны білдіреді. Ит өлген жер, ит арқасы қиянда, алыс, қашық, шалғай деген мағынаны білдіреді. Енді жазылым тапсырмасына назар аударайық. Мәтінді тыңдап, кейіпкердің жаумен шайқасқан Украина жерін анықта. Қасым Қайсенов. Қару мен қалам. Қасым аға, партизандық соқпақтар бүкіл өміріңіздің елеулі кезеңі. Бұл ретте не айтар едіңіз? 1942 жылы Украина майданында болдым. Киев облысында Астартон ұйымға кірдім. Сол жылдың жазында Чапаев атындағы партизан құрамасының 3-ші отрядын басқардым. Жау тылында жүріп, Молдавия, Украинаның Закарпатия, Чехословакия мен Румыния жерлерінде жаумен шайқастық. Жау тылында жүріп, Молдавия, Украинаның Закарпатия, Чехословакия мен Румыния жерлерінде жаумен шайқастық. Қаруды қаламға айырбастап, қалай жазушы болдыңыз? Соғыстан қайтып елге келгенде, бастан кешкендерімді достарыма баяндайтынмын. Ол кезде әңгімеміздің түйіні өткен соғыс жайында еді ғой. Біраз қаламгерлер майдан әңгімелерін қағазға түсіруіме кеңес берді. Ойымды бір белгілі жүйеге келтіріп алған соң ғана істі бастадым. Менің жазғандарымның бәрі майдан даласында өз басымнан кешкендерім, қарулас серіктерім туралы. Сіздің балалар жайында арнайы қалам тартуыңыздың себебі қандай? Біздің партизандар отрядында балалар, пионерлер болды. Оның бір себебі, соғыстан бұрын бұл жерлерде балалар үйі орналасқан екен. Соғыс кезінде сол балалар үйінің кейбір тәрбиеленушілері партизандарға келіп қосылды. Бізді пана тұтып қана қойған жоқ, үлкендерге жақсы көмекші бола білді. Біз жас барлаушылар тобын құрдық. Кішкентай балалар ешкімнің көзіне түспей, тапсырмаларды ойдағыдай жүзеге асырып отырды. Менің кітаптарымның кейіпкерлері де сол 11-12 жасар пионерлер. Айтылым тапсырмасы Фариза Оңғарсынованың «Қасірет пен ерлік жыры» атты өлеңнің толық нұсқасын оқып шығып, өлеңдегі көтерілген соғыс зардаптары туралы ой бөлісіңдер. Ой бөліске қойылатын мына талаптарды мұқият есте сақтаңыз.
тақырыптан ауытқымау, берілген уақыттан асырмау, сөз әдебін сақтау, тіл сауаттылығы, мақал-мәтел, тұрақты тіркестер және өзіндік ой мен көзқарастарыңызды жүйелі жеткізу. Енді оқылым тапсырмасына кезек берейік. 6-шы тапсырма берілген мәтінді оқып, негізгі ақпаратты анықтайсыз. Өмір мен өлім туралы Баубек Бұлқышевтың шығармасы берілген. Осы шығарманы толық оқып шығыңыздар. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабақ бойынша алған білімдеріңізді қорыту мақсатында кері байланыс тапсырмасын орындаңыздар. Сілтеме арқылы өтіп, кері байланыс тапсырмасын орындайсыздар. Алдымен кері байланыс сілтемесін басқан кезде сайт ашылады. Сайт ашылған кезде міндетті түрде осы жерге өз аты-жөніңізді толық жазып, қосылу деген батырманы басыңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.